Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі шығарылымыз көне ауыз әдебиетінің ата-бабаларымыздан мәңгі өшпес мұра болып қалған ас, тағам, дәм-тұз туралы нақыл сөздердің екінші бөлімін қамтиды. Видеомызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Жетерін білсең, жей тұр. Жұтқан жұтамас. Өнештен өткен өзіңдікі. Салымды ауыз сақтағанды жейді. Жейтін ауызды жемейтін ауыз бөгейді. Аспаздың қарны асқанына тояды. Атыңды сат, тоныңды сат, жатарыңда тойып жат. Шәй ішсем, көңілім жәй. Біреудің палауынан өзімнің көмешім артық. Тал таяқ болады, шал қонақ болады, нан тамақ болады. Өткір пышақ семіз ет, тұраушының қолына өт. Алтын қайшы пішкенге жақсы, алтын қасық ішкенге жақсы. Батпан құйрық жол үстінде не қылып жатқан құйрық. Малды таусам десең, пұл қыл, астықты таусам десең, ұн қыл. Маған жоқ майлы омыртқа, көзден ұштау томыртқа. Аздың ашпын дегеніне нанба, көптің тоқпын дегеніне нанба. Ішер астан жиренбе, қарның одан да жаман. Жерге шыққан жемістен жетіссең де бір аса. Кем жесең төрге шығарады, көп жесең көрге. Ауыз тигенің мынау, асағаның қандай? Көмекейің қышыса, асаудың бір жолын тап. Келеді деп көп қойдым, келмеген соң жеп қойдым. Шәй ішіп үйренген қымыз сұрап қыстамайды. Бал ұстаған бармағын жалайды. Шыбын да балға қонады. Шажырқайда май болмас. Күріштің дәмін май келтірер. Күбі де май, күбінің түбі де май. Өгіз қарын майыңды өлгенде бастаймысың? Қамысты жаққанмен шоғы болмас, көк суды ішкенмен тоғы болмас. Қайнаған қара суда қасиет бар. Тұзсыз ас ауқат болмас ішкенменен, май түспес қара суды піскенменен. Жаяуды несібесін атты жемес. Асқаныма риза болмасаң да, сасқаныма риза бол. Қуыс үйден құр шықпа. Дәм айдаса қалман, адам айдаса барман. Бидайдың барар жері диірмен. Жүгерісі барға жұт жоқ. Жазғы жуынды, қыста қатық. Жаяушылық тартқанда жүрмес есек ат болар. Қарын қатты ашқанда қара талқан қант болар.
Үйінде асы жоқтың түзде досы болмайды. Ас та бір несібе. Аз күйікті ас басады. Әр астың өз орны бар. Орынсыз жылаған жас шығын, арамға берген ас шығын. Бір ас бір асқа орын береді. Тау белгісі тас, жомарт белгісі ас. Садақаның асын сарқып іш. Жақсы асын жер, жаман басын жер. Астың дәмі тұз. Жеген білмес, кескен білер. Тамақ тамұққа түсіреді. Кимесең де тоның жақсы, жемесең де наның жақсы. Ұны жоқтың құны жоқ. Ұнды пәтір құртады. Мөлдек атып ішкен ас мерт кетірмей тындырмас. Аш болса андайды, тоқ болса таңдайды. Нанның негізі дән. Тойған кекіреді, тоңған секіреді. Үйінде асы бардың берер батасы бар. Жау жұмыр жақсы болса итке тастар ма еді? Көрген асты көргенсіз қызғанады. Қыдырып жеген жамбастан шақырып берген жауырын артық. Диірменнің тасы қатты, ұны тәтті. Аталмаған жая таңдар. Бас бергенге ас бер. Құмаршықтың ішінен жылан шықты. Ет сүйексіз, күріш күрмексіз болмас. Ерді қорласаң састырар, асты қорласаң құстырар. Өз қуырдағы өзінде. Қам қаймақ құстырмай қоймайды. Асығыс істеген жұмыс сәтті болмас. Шала піскен тамақ тәтті болмас. Барында батып іш, жоғында сатып іш. Тойған үйге тоғыз кел. Балмен де болма, балсыз да болма. Тәтті дәмінен. Сары табақтан сарқыт қайтар. Тойсам торғайдай тамағым жоқ. Серке еті ем, ешкі еті жел. Қой еті құрыш, жылқы еті бұрыш. Жемеймін деп, женді білектей құйрықты тауысыпты. Төгілгеннен жалап қал. Тоба, тоңмайды да ит жейді екен. Екі сартқа бір тартар. Ет асса нан қалмайды. Екі молдаға бір табаннан не болсын? Арамдық қып ішкен ас ішіне барып болар тас.
алуа дегенмен ауыз тұшымас. Жылқы еті жесең тісіңе, жемесең түсіңе кіреді. Шақты деп араз болма арамен, балы бар. Тау белгісі таста, бай белгісі аста. Қауынның пәлегі ашы, түйнегі тұшы. Мешкей құсынып асайды. Дәмі жоқ қауынның түйнегі көп. Қомағайдың сыбағасы бір асам май. Тікенексіз құрма тәтті болмас. Кісісі қандай болса, асы да сондай. Сабағы жаман жемістің дәні де жаман. Малда жазық жоқ, менде азық жоқ. Жегіштің батасы көп, малы жоқ. Жуындыдан жұғынды қалады. Өзімде жоқ көтен боғыммен піссін. Әр жіліктің өз майы бар. Ас біреудікі болғанмен, қарын өзіңдікі. Бір мінсең де жорға мін, бүлкілдесін бүйрегің. Бір ұрттасаң да май ұртта, кілкілдесің жүрегің. Жалғыз биенің қымызы қарындаспен қағыстырар. Жалғыз түйенің шұбаты ағайынды табыстырар. Нар маяның шұбаты нардай елдің қуаты. Ет 100-ге жетеді, 100-ге жетсе де күзге жетпейді. Табағының басқасы болмаса, бәрі бір тамақ. Бұйырған асқа тісің тисін. Асағысы келген ұрттағанды ынсап етпейді. Төс күйеудің құймышақ қыздың сыбағасы. Қазан аузы жоғары. Арам жеген құстырар. Ас иесінің әлі біледі, асатуды қолы біледі. Байқұстың асы ауыз тиюмен таусылар. Қазақтың бөлінбейтін еншісі қонағасы. Жеген тоқ, ішкен мәз. Жеп тоймаған жалап тоймас. Жұтқаның бұйырғаны, шайнағаның күмән. Жесең жеген асың, жемесең женсік асың. Жемес жерде ет бар, ішпес жерде су бар. Еңкейген екі асайды, еңсесі түскен бір асайды. Ас иесіз болмас, қазан күйесіз болмас. Тарыны берген кісіден көрейін бе, жей білмеген кісіден көрейін бе. Пұл қадірін сатқан біледі, ас қадірін татқан біледі. Халық айныса хан түзейді, май айныса тұз түзейді. Асың бар ма арпадай, асып жеуге келгенде, сары аяқ семіз марқадай. Жаманға ас берсең, үйіңнен шықпайды, өліге ас берсең, түсіңнен шықпайды.
Сарқытта сыпа да, шыпа да бар. Қой сүті қорғасын. Құрғақ қасық ауыз жыртар. Көже деген тоқ ас, түрегелсең жоқ ас. Құрметті көрермендер, осымен біздің видеомыз аяғына жетті. Видеомыз сізге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.